Асыға күткен қысқы олимпиада бүгін басталады. Италияның Милан қаласында мыңдаған қатысушы ағылып жатыр. Олардың арасында қазақстандық қыз-жігіттер де бар. Әріптесім Аслан Қаженов олар орналасқан қалашыққа арнайы барып, тұрып жатқан бөлмелері мен жасалып жатқан жағдайларын көріп, эксклюзивті сюжет дайындады. Зер салайық. Сонымен біз қазір Милан төріндегі олимпиадалық қалашықтамыз және қысқы ойындарға қатысушылар дәл осындай ғимаратта жатыр, яғни осында тынығады, осында демалады, осында бос уақыттарын өткізеді. Қазақстан құрамасы 5-ші қабатқа жайғасқан, 5-ші қабаттың бір бөлігі, бас аяғы 36 спортшымыз ғой, лицензия жеңіп алған, және барлығы осы сол қапталы десек болады, 5-ші қабаттың Қазақстан құрамасының қабаты болып есептеледі. Мынадай бөлмелерге спортшылар орналастырылды. Шағын ғана аумақ 20-25 шаршы метр десек болады. Аса үлкен емес. Міне кіреберісте айнасы бар және айнаға қолтаңба қалдыратын арнайы жапсырма орналастырған екен. Яғни спортшылар осында өзінің қолтаңбасын қалдыра алады. Үстел, орындық, кереует, кішігірім заттар салатын сөрелер спортшыларға арналған, және үлкен шкаф. Бұл да керек жарақты қоюға арналған, үтіктейтін және киім ілетін құрал жабдықтар қарастырылған екен. Төменгі жағында аяқ киім қоятын өзінің сөрелері бар. Бұл да өте маңызды, өйткені спортшылардың құрал жабдықтары болуы мүмкін. Және мына жерде де арнайы аумақ бар. Бұл да спортшылардың керек жарағын орналастыруға арналған. Жалпы мына кереуетке қатысты айтатын болсақ, өте ыңғайлы дер едім. Өйткені бұған дейінгі олимпиадаларда көріп жүрміз, әртүрлі қоқыстан немесе картон қалдықтарынан арнайы материалдар жасап, соған осындай жиһаздар дайындап жүрген. Бұнда кәдімгі ағаштан жасаған сапалы материал, минималды жағдай жасалған бөлме деуге болады. Спортшыларға бұдан артық дүниенің керегі де жоқ. Мінекей тоңазытқыш бар, және ең бастысы мына жерде сейф орналасқан. Яғни құнды дүниелер болса, құжаттар болса, осында сақтауға болады. Бұған қоса енді мен ойлаймын, бұйырса спортшыларымыз медаль жеңіп алып, көптен күткен медаль, енді 8 жыл болды ғой, осы олимпиаданың бір медаль назар болып жүргенімізге, оны да осы үйге қайтқанша осы сейфте сақтайды деген енді өзіміздің ішкі арман, ішкі үміт. Көреміз енді, олимпиада ойындары енді басталып жатыр. Айтпақшы, мына жерде бөлменің ылғалдылығын және температурасын реттейтін батырмалар бар. Және жуынатын бөлмесі тағы да өте шағын және өте ыңғайлы дер едім. Мінекей осындай жағдай спортшыларға жасалып жатыр. Ең бастысы біздің қыз-жігіттер үмітті ақтап, елдің абыройын асқақтатып, мына жерге енді қалдырған қолтаңбаны алдағы уақытта музейлерге сақтайтындай, бір құнды чемпионның қолтаңбасы деп айтатындай жетістік болады деген үміттеміз. Аслан Қаженов, 24 KZ, Милан, Италиядан.